Сәлем достар, бүгін сіздермен қаттама жасайтын боламыз. Қаттамаға керекті бізге 500 грамм суымыз, және тұзымыз, бір чайна ложка тұзымыз қажет, және де алдыңғыдан қалған жұмыртқам бар еді, және бір жұмыртқа, 2 дана жұмыртқамыз қажет, және ұнымыз қажет болады достар. Барлық ингредиенттерін төменгі жаққа жазып кететін боламын. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Алдыменен 2 дана мына жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Жұмыртқамызды салып, достар, бір чайна ложка тұзымызды салатын боламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және үстінен 500 мг суымыз қосатын боламыз. Суымызды қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып болғаннан соң ұнымызды салатын боламыз достар. Ұнды, суды барлығын қаншадан салғанымды массалық нелеріңіз болса, таразыларыңыз болса, таразымен өлшеп жасасаңыздар болады достар. Қолымызбен қамыр елеп аламыз. Қатты жұмсақ емес, қатты қалың емес, достар, орташа қамыр елейтін боламыз. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. TikTok парақшама, Instagram парақшаларыма тіркеліп қойыңыздар достар. Барлығының жазылуы аккаунты бар достар. Алмагүл Ақбердиева деп жазсаңыздар, менің YouTube каналым, TikTok парақшам және де Insta парақшаларым шығатын болады. Жаңа рецепттің барлығын сол жерде бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Печатка болса, печаткаларыңыздың көмегімен жасасаңыздар болады. Не болмаса маған ұқсап қолдарыңызды тазалап жуып алып, таза қолдарыңызбен қамыр елесеңіздер болады достар. Менің YouTube парақшама тіркеліп, жаңа рецепттерді көріңіздер. Мендегі рецепттердің барлығы үй жағдайында қарапайым заттармен жасалатын рецепттер достар. Мен негізі ауылдың келінімін. Ауылда бар заттармен, қолжетімді заттармен, өте керемет рецепттермен YouTube каналымда бөліскенмін достар. Және Insta парақшамда, TikTok парақшамда бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп алыңыздар, каналдарына тіркеліп алыңыздар достар. Таразының көмегімен жасаңыздар, не болмаса. Міне достар, қамырымыз дайын болып қалды біздің. Дәл осындай қамыр болады. Міне достар, тағы елейтін боламыз. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп суға жасайтын боламыз. 4 бөлікке бөлеміз. Қазір мен көрсететін боламыз. Достар, 4 бөлікке бөлетін боламыз. Енді қамырымызды кішкене суға жасап қоятын боламыз. Не достар, бәрімізді суға жасаймыз. Кішкене өңсеп жібереміз. Қамырымыздың бәрін осылай суға жасап, 5-10 минутқа тұндырып қоямыз достар. Себебі жайылған кездегі ыңғайлы тынуы, июі қону керек қамырдың. Сонда қамырымыз ойдағыдай әдемі етіп жайылатын болады. Осылай етіп міне суға жасап аласыздар. Осылай суға жасап, 4-еуін қойып қоятын боламыз достар. Кішкене сүйіп, осылай кесіп қоятын боламыз. Ал енді достар, мен арасына пияз салма салып жасап көремін. Енді осы пияздарымызды турап алатын боламыз. Даже барынша майдалау етіп турауға тырысыңыздар. Себебі арасында пияздардың түсіп қалмас үшін дәмі өте жақсы болады достар. Не болмаса арасында көк пияз салып, укроп салып пісірсеңіздер болады. Менде дәл қазір укропым және көк пиязым болмағаннан соң арасына осылай пиязымды жасап жатырмын. Өте дәмі ерекше болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді турап біткен достар, пиязымызды осылай турап алатын боламыз және үстіне жарты чайна ложкадан сәл көптеу тұз салатын боламыз. Осы тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап мұжатын боламыз достар. Пиязымызды өтіріп аламыз.
осы пиязымыздың үстінен кептірілген укроп салсаңыздар болады, не болмаса дайын свежий укроптарыңыз болса соны турап салсаңыздар болады. Бұл біздің қаттамамызға өте әдемі вид беретін болады. Не болмаса көк пияз турасаңыздар өте дәмді керемет болып шығады достар. Міне достар, мен пиязымды өлтіріп алдым. Ал біздің салмамыз. Енді достар, арасына салатын жағатын майымыз. Мен мынау құйрық май, яғни тұшытылған құйрық майымызды кесемізге осылай салып алатын боламыз. Әртүрлі маймен жасасаңыздар болады. 72%, 72,5% магазиндерде жайлау майы, сливичный маслолар, әртүрлі маслолар бар. Сондаймен жасасаңыздар болады. Бірақ та мынандай енді құйрық майдың тұшытылған майы өте дәмді болады достар. Міне осылайша майымызды саламыз. Майымызды салып, және қытырлақ болу үшін мен осындай пампушка қолданатын боламын. Негізінде пампушканың құрамында 60% май болғандықтан, бұл пампушкамыздың құрамында бізде таза майға жатпайды. Себебі құрамда суы көп. Таза май дегеніміз ол 72%, 72,5%, 82,5% әртүрлі майлар бар достар. Ең басты 72-ден төмен қарай, жоғары қарай дейін ба, жоғары қарай майлардың барлығы жейтінге жарамды майлар деп есептелінеді. Ал бұндай пампушка майлары пақлава жасаған кезде, самса жасаған кезде арасына қоссаңыздар өте дәмді, қытырлақ болып, хрустящий болу үшін көмектеседі. Енді осы дайындаған майымызды микроволновкаға 2 жылдамдығына қойып ерітіп алатын боламыз достар. Ертеге салатын болам. Қасығымызды алып қоямыз. Ал енді достар, қамырымызды алып аламыз. Міне достар, қамырымыз біздің тынған. Көріп тұрғандарыңыздай жабысқақ болды. Енді осы қамырымызды тағы да бір билеп, міне тағы да бір қайтарып қоятын боламыз. Қамырымыздың елеуі әбден қанып тұрмыздар. Өте керемет. Енді достар, мына қамырымызды алып, дөңгелек пішінге келтіріп, осы жұмсақ қамырымызды жайып алатын боламыз достар. Қамырларымызды алып шектеп қояйық. Енді осы қамырымызды ұнымыздың көмегі арқылы жайып аламыз. Жаңағы майымды микроволновкаға салып қойғанмын. Майымды ерітіп дайындап қамырымызды жайып, ұнымыздың көмегімен жаятын боламыз. Достар, мен сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Қамырымызды егер де жайған қамырларыңыз дұрыс жайылмай жатса, бір жері қалың, бір жері жұқа болып шығатын болса, сіздерге осы лайфхакпен бөлсем. Қамырымызды осылай алып аламыз. Және де мына қамырымызды тек екі шетін ғана жайып тастаймыз. Міне осылай қамырымызды басамыз. Сонда қамырларымыздың ешқандай жері не қалың, не жұқа болмай, барлығы біркелкі жайылатын болады. Себебі мен солай жасаймын. Ұнымызды себеміз. Мына негізі мына қамырымды қайтармағымыз өте жұмсақ болып әрі тез жайылатын болады. Барлық жері бірге жайылады. Мен көбіне қамырларымды осылай жаямын. Бешбармаққа, тағы да түрлі қамырдан жасалатын тағамдарымызды барлығын осылай жасап аламын. Арасында ғана осылай қолдарыңызбен басып жасаңыздар болады. Қамырды солай жая алмасаңыздар, дәл осылай жасап қамырларыңызды жайып көрсеңіздер болады. 100% барлық жері бірдей жаятын болады достар. Оны сүйеміз. Достар, міне қамырымды жайып болдым, барлық жері бірдей жұқа етіп жаятын боласыздар. Қалған қамырымызды дәл осылай жайып алатын боламыз. Қазір мен екінші қамырымды жаятын боламын. Содан кейін қаттаманы қалай бөлу керектігін көрсететін боламын достар. Достар, міне екінші қамырымды жайып алдым. Енді сізге қаттаманың қалай оралу керектігі бөлу туралы көрсететін боламын. Майымыз еріген дайын. Осы майымызды четканың көмегімен не болмаса, маған қолдың көмегімен осылайша майларымызды жағып шықсаңыздар болады. Барлық жеріне жағып аламыз, тегізіп. Себебі қаттаманың бар сыры да осыда шығар. Майында майлы болып, керемет хрустящий болып пісу үшін де жақсылап қамырымыз майлану қажет. Достар, барлық жерін майлап алдым. Енді осы майланған қамырымыздың үстіне жаңағы начинка пиязымызды осылай әр жеріне сеуіп шығатын боламыз. Міне достар, негізінде көк пияз болғанда, укроп болғанда тіптен керемет кетер еді. Енді осы бар затпен жасай береміз. Міне пияздарының барлығын осылайша сеуіп алдым барлық жағына. Сеуіп, енді екінші қамырымызды үстіне төсейтін боламыз. Екінші қамырымызды төсейміз.
Не достар, қамырымызды дәл осылай төсеп алатын боламыз. Барлық жерін жеткізіп, менің бірінші жайған қамырым жіңішке болғандықтан кішкенерек болды. Бірақ сонда да қамырымызды шет-шетін осылайша созып, үстінен қолымызбен басып шығатын боламыз. Жақсылап басамыз достар. Енді осы қамырымыздың үстінен тағы да майымызды құйып, штативім кішкене жылжып кетті достар. Менде штатив болмағаннан соң телефонның өзімен амалдап істеп рецептер түсіріп бөліскім келеді. Міне осылай барлық жеріне майымызды жағып, тағы да үстінен пиязын себетін боламыз. Пияз нан сияқты болып піседі. Пияз нан болғанда бұлымыз қаттама өте керемет. Пияз нанды қалай жасау керектігін білетін шығарсыздар, достар. Мен дәл осылай етіп қамырымызды жіңішке етіп бөліп алатын боламыз, достар. Дәл осылай 2 см, 3 см-ден қылып бөлсеңіз де болады. Осылай үстін кесіп алатын боламыз, достар. Қалған қамырларымызды дәл осылай етіп екеуін жайып, майлап, арасына осындай салмағымызды салып, барлығын осылай етіп кесіп аламыз сосын. Достар, кешегінде мен дәл осындай етіп пияздан жасаған болатын. Ал енді достар, қаттамамыздың бүгілуін көрсетіп боламын. Осылай енді барлығын кесіп алғаннан соң арасын 2 см, 3 см қылып кесіп аласыздар. 1 см-мен енді қамырымызды осылай шетінен бөгетін боламыз. Міне дәл осылай орап алатын боламыз. Бізден кем дегенде осы жасаған 4 зұбаламнан, осы 2 зұбаламның өзінен 4 қаттама шығады. Мен 8 қаттама жасайын деп жатырмын. Дәл осылай етіп орап аласыздар. Қаттаманың размері, үлкен кішілігі өздеріңізге байланысты. Кішкентай қылып орайын десеңіздер, онда кішкентай қылып осы қамырымыздың жартысын істейсіздер. Не болмаса үлкен керек десеңіздер, міне достар, дәл осындай етіп орап алатын боламыз. Енді осы ораған қаттамамыздың майы кішкене қату үшін негізінде достар морозильникке салып алсаңыздар да болады. Морозильникке салып 15-20 минутқа қойып, қайтадан майымыз кішкене қатқаннан кейін жайсаңыздар тіптен жақсы болады, достар. Міне осылай етіп барлығын орап алатын боламыз. Нығыздап ораймыз. Арасында пияздарымыз шашып кетпес үшін жақсылап орауымыз керек, достар. Пиязымыздың ләжі барынша ұсақтап турағандарыңыз жақсы. Мен тез асығыс болып турап жатқан едім. Сонда да жақсы шығыпты, достар. Ертілген сары майымыз қатты еріген, достар. Міне, сосын соңғы жағын астына қарап бүгіп, енді осы қамырымызды онға аунатып алып қойып қойасыздар, достар. Сіздердің орағандарыңызға байланысты қаттамалардың сандары қанша шығуы. Сондықтан да достар, кішірек қылып табаларыңыз кішкентай болса, кішкентай табаға лайықты етіп орап алсаңыздар болады. Менің табам орташа. Міне, қайтарамыз. Қазір қамырымызды жайған кезде, осы қамырымыз жабыспас үшін мен осылай ұнға бір аунатып алып жатырмын қамырларын. Тез дайын болады, достар. Арасында салмасын дайындамай істесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай арасына салма салып жасағанды жақсы көремін. Осылай кесіп алсаңыздар болады. Міне, достар. Менен қазір примерно 13 түктей қаттама шығарайын деп тұр, достар. Нығыздап, дәл осылай орамыз. Бәрінің формасын бір шығарыңыздар. 2-3 сантиметрден кессеңіздер, соның өзі жеткілікті.
қамырымды кішкене майдалау 2-3 сантиметрден кескеннен кейін менің зубалаларым көбейіп жатыр достар. Қазір бұл қамырымызға қалған салатын боламыз. Кейінгі қамырымды дайындайтын боламын достар. Менде 6 штук қамырдың несі шықты 2 зубаладан. Мен қамырымды кішкене аздау қылып жайдым және кішкерек қылып жаятын боламын. Енді қалғанның барлығын солай жасап аласыздар. Достар, 12 штук қаттаманың қамырын дайындап алдым. Енді осы қамырларымызды мына оқтауымыздың көмегімен жаятын боламыз. Ал енді достар, қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қатты қамырымыздың майлы басылмаса, кішкене ұн сүйіп жайсаңыздар болады достар. Кішігірім болып осылай пісіріп аламыз. Достар, қамырымды осылай жайып бар 12 штук қаттамамды осылайша оқтауымның көмегімен жайып аламыз. Достар, үйлеріңізде отбасыңызда жасап көріңіздер, өте дәмі күшті болып шығады. Дәл осы рецептімен жасасаңыздар 12 штук қаттамам дайын болады достар. Кішкене майлары нетіп жатса, осылай үнсеп жайсаңыздар болады. Не болмаса достар, бұл қамырымызды дайындап қою үшін осылай жасап, зубала жасап, пакетикке салып, холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Себебі қалаған уақыттарыңызда алып жая берсеңіздер болады. Енді қаттаманы қазір түскі асқа, құры тамақтың болғанша қасына жеген кетіп жасап жатырмын. Үйде біздің атамыз қаттаманы өте қатты жақсы көреді. Бәж барынша жасап тұруға тырысамын. Осылай дайындап та кейде холодильникке, морозильникке салып қоямыз. Керек уақытта, тамақ келген уақытта алып пісіре салғанға өте оңай. Дәмі енді керемет болып шығады, салмасы болғаннан кейін өте дәмі керемет болып шығады. Май бөлме температурасында май болса, өзі кішкене ғана қойып ертсеңіздер болады. Егер де магазиннің майы болатын болса, ол тез қатаяды. Себебі мен майының құрамына пампушка қосқаннан кейін оның қатаюы кішкене қиындау болады. Себебі құрамында пампушканың суы көп болғандықтан майымыз тез қатая қоймайды. Алдағы уақытта жаңа рецепттер күтіңіздер менен достар. Мен инста парақшам, тикток парақшам және де ең бастысы YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Себебі YouTube'да өте оңай осындай үй жағдайында жасалатын өте керемет рецепттермен бөліскенмін достар. YouTube каналыма қалай кіремін десеңіздер, егер де тикток парақша арқылы кіретін болсаңыздар, менің профилімнің ішіне кірсеңіздер, ішінде YouTube суреті тұр. Сол YouTube үстін бассаңыздар, прямо менің каналыма өте аласыздар достар. Содан көріп жаңа рецепттермен әртүрлі заттар жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ол жерде хит болған барлығын сүйіп жейтін красный бархат, рупи пай, молочная девочка торттарымыздың рецепттері бар, және де бір жұмыртқадан, небәрі бір жұмыртқадан 2 бірдей торт жасаудың да рецепттері бар достар. Егер қызық болса, менің каналыма кіріп, бұл видеоны көре аласыздар. Инста парақшамда көріп отырсаңыздар мені, инста парақшамның жоғарғы жағында көк сілтеме бар, сол көк сілтеме арқылы прямо менің YouTube каналыма кіріп көре аласыздар достар. YouTube'тың ішінде болмаса YouTube'ға Алмагүл Ақбердиева деп жазсаңыздар, менің каналым шығатын болады. Сол каналыма тіркеліп, менің толық видеоларымды әртүрлі оңай ғана жеңіл жасалатын рецепттерімен бөлісіп, өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады достар. Пияздарым сыртынан шықса ештеңе етпейді. Негізінде пиязымызды күштен өткізудің қажеті жоқ. Тек бар болған ұсақтап турасаңыздар болған. Не достар, қаттамамды жайып болайын деп қойдым. Осы қаттаманың негізінде оңай рецепт, ой, не үшін бұндай қаттама салады дейтін болсаңыздар, мен сіздерге айта кетейін, мен қыз күнімде даже ең басында келін болып түскен кезде осы қаттаманы жасау жолын білмейді екенмін. Қызығып та қарамаған екенмін. Сонда мен YouTube каналға қызығып, YouTube'дан көріп, солай жасаған тұғым. Одан кейін вообще керемет рецепттерді нелерді көріп, YouTube курсты оқуды жөн көрдім. Солай мен қазіргі таңда да YouTube курсының барлық нәрселерін зерттеп, үйреніп, оқып танып жатырмын достар. Өте жаңа рецепттермен, керемет, жеңіл ғана отбасыларға жасап беруге керемет рецепттермен бөлісемін достар. Сондықтан да менің дамуыма үлес қосып, менің қазақша контентімді мен YouTube'да қазақша жүргіземін. Сол YouTube'ымды дамыту үшін өз үлестеріңіз қосып, маған подписация жасап қойыңыздар достар. Ал енді достар,
Менің қаттамаларым дайын міне достар. 12-3 қаттамамды жайып болдым. Енді барлығын пісіретін боламыз. Ал енді достар, қаттамамызды пісіруге кірісетін боламыз. Қызып тұрған табанымыздың үстін кішкене майлап, мен табанымды майлап қойғанмын. Дәл осы табанымызға қаттамамызды дәл осылай салып, қолымызбен кішкене осылай жасаймыз. Және де бетін 3-4 минутқа қойып пісіретін боламыз достар. Отымыз жылдам отта болу керек, жоғарғы отта, яғни жоғарғы отқа қойып, дәл осылай етіп пісіресіздер достар. Достар, міне ашамыз. Қамырымызды екінші бетіне қалдырамыз. Мен екінші қамырым, екінші қаттамам, тағы да бетін 2-3 минутқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып достар. Әр қаттамамызды табанымызға салып жатқан кезде астына кішкене осылай май жағып алыңыздар, алдына майды дайындап, сонда қамырымыздың ойдағыдай майлы хрустящий болып шығады достар. Кішкене айландырып қойыңыздар достар. Оты бір қалыпта тұру үшін. Бетінің пісуі кішкене 3-4 минуттай уақытта піскеннен астыңғы жағы тез пісетін болады достар. Сол үшін де кішкене пісіріп жатқан кезде қарап тұру керек, күйдіріп алмас үшін. Міне достар, менің қаттамам дайын. Өте керемет болды. Қазір сіздерге барлығын осылай пісіріп алатын боламыз достар. Дәл осылай айландырып алыңыздар. Şimdi bетін жауып қоя береміз. Тағы да 3-4 минут тұрып, тағы да екінші бетіне ауыстыратын боламыз достар. Барлығын дәл осылай пісіресіздер. Достар, міне қаттамамды дайындап алдым. Міне кітірлек болып, хрустящий болып шықты. Достар, жасап көрсеңіздер болады, өте керемет. Даусының өзі әдемі ғой достар. Менің қаттамаларым ұнаған болса, достар, жасап көріңіздер. 12-3 қаттамамды дайын болды. Ал достар, менің қаттамам дайын, өте керемет болып шықты. Достар, жасап көріңіздер. Міне, өте дәмі керемет. Жасап көріңіздер достар. Өте керемет болып шығады. Ал бізге ас болсын. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып, хрустящий болып дайын болады достар.